Облыс жаңалықтарына келсек, мемлекеттік құрылымдарда заң бұзушылық әрекеттер тыйылмай келеді. Бұған дәлел облыстағы бірқатар мекемелерге жүргізілген тексерудің қорытындысы. Жемқорлыққа қарсы заңнама мен ар-намыс кодексінің сақталуында жіберілген кемшіліктер кезекті тәртіптік кеңесте мәлім болды. Тәртіптік кеңесте 20 мемлекеттік қызметшінің ісі қаралды. Соның бірі Сарысу ауданы әділет департаментінің басшысына қатысты. Департамент басшысына жеке азаматтан арыз түскен. Шағымданушының айтуынша, Аслан Борчашвили жеке жұмысымен келген тұлғаға дөрекі сөз айтқан. Оны өзі де мойындап отыр. Мемлекеттік қызметкерге сай этиканы бұзған үшін тәртіптік кеңес мүшелері аудандық әділет департаментінің басшысына сөгіс беру туралы ұсынысты бір ауыздан қабылдады. Людям, которые к вам зашли как руководитель. Тұрғындар сізге мекеме басшысы ретінде жұмыспен келіп тұр. Ал сіз оған басымды ауыртпашы дейсіз. Бұл сіздің ғана абыройыңызға нұқсан келтірген жоқ. Сіз барша мемлекеттік қызметкерлерге деген халықтың сенімін төмендеттіңіз. Облыстық прокуратура мамандарының тексеру нәтижесінде Шу ауданында тамшылатып суару бағытында бірнеше шаруа қожалыққа заманауи құрылғылар талапқа сай орнатылмағандығы анықталған. Ол технологияларды орнату кезінде бір емес бірнеше тексеру комиссиясы жұмыс істеген. Алайда комиссия мүшелерінің барлығы да құжатқа дұрыс деп қол қойған. Тәртіптік кеңесте жұмысына селқос қараған ауданның 11 мемлекеттік қызметшісі өз қателіктер үшін жауап берді. Ұзақ пікірталастан кейін кеңес мүшелері ақылдаса келе ортақ шешімге келді. Кінәсіз деп отқан ешкім жоқ. Бәрі кінәлі. Бірақ осылардың бәрін қазір жұмыстан босатып жіберсек, соның орнына прокуратура қызметкерлері болып жұмыс істей ме? Жауапкершілікке тарту керек. Бірақ әрқайсысын дифференциялы тартуымыз керек. Агросаланы дамытуда Меркі ауданының жауапты бөлім басшылары да салғырттық танытқан. Тәртіптік кеңес мүшелері заң бұзушылыққа жол берген тұлғаларды жауапкершілікке тарту туралы шешімдер шығарды. Жиын барысында Талас ауданы әкімі мен облыстық еңбек әлеуметтік қорғау және көші-қон департаментінің басшысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы жүргізіліп отырған жұмыстарын баяндады. Мархабат Көпбосынова, Өміртай Ыбырай, жаңалықтар қызметі.